Имам Абу Ханифаның ғылым білімінен бөлек әдебі де өте керемет болған. Өте парасатты адам болған, сабырлы болған, көркем мінезді, көркем сөзді адам болған. Бір күні имам Абу Ханифа мен Абдуразақ деген мұхаддис Хиф деген мешітте отырған едік дейді. Сөйтіп бір жігіт келді де имам Абу Ханифаға бір мәселе сұрады дейді. Имам Абу Ханифа өзінің жауабын берді дейді. Ана жігіт айтты дейді, бірақ мына мәселені мен Хасан аль-Басридан да сұрағам, ол кісі басқаша жауап берді, бірақ деп айтты. Имам Абу Ханифа айтты дейді, менің жауабым осы деп айтты. Сонда имам Хасан аль-Басри қателесті де сіз дұрыс айттыңыз деген сөз ба дейді. Имам Абу Ханифа айтады, менің ұстанымым дейді, Құран хадисте келсе, мен оны ешқандай сөзге келмей аламын деп айтты. Өйткені ол Алладан, пайғамбардан келіп тұр, сөз қылмайды. Сахабалардан келсе, мен таңдаймын, қараймын, қайсысы күштірек, қайсысы сенімдірек, мен соны қараймын. Олардан кейін келгендердің барлығына хум риджал ва нахну риджал деп айтады. Олар ғалым болса, біз де ғалымбыз деп айтады. Ол кісі муджтахид, мұтлақ адам болған. Хасан аль-Басри муджтахид мұтлақ болса, Хасан аль-Басри табиин болса, ол кісі де табиин болған. Ол кісі де муджтахид мұтлақ болған. Сол кезде айтқан, ей, кәпір деген ғой, айтқан ғой. Ей, зындық деген ғой. Ей, зинадан туған немене деген ғой. Сен өзіңді Хасан аль-Басримен теңеп тұрсың ба деген. Сен аспанға шарықта кеткен жоқсың ба, түссеші аспаннан деген ғой. Сіз ойлансаңыз, анандай сөзді бетіне айтып жүрген ғой. Зинадан туған не бәле деген ғой. Абу Ханифа. Имам Абу Ханифаның ана кісіге берген жауабын қарасаңыз, бұл пайғамбардың әдебін алған адамдарда болар. Пайғамбардың әдебімен, айттым ғой бағана, Құран бұлардың сүйегіне сіңіп кеткенде, түсінесің ба? Бұлардың өздері тірі Құран етті, тірі пайғамбардың сүннет етті бұлар. Бүйтіп айтып етті. Жай ғана дауыспен, сабырлықпен, ақулу ақтау Хасан асаба Абдулла ибн Масғуд деп айтты. Мен қайтадан қайталап айтамын. Хасан аль-Басри қателесті, Абдулла ибн Масғуд дұрыс айтты деп айтамын. Өйткені бұл кісінің беріп тұрған пәтуасы осы мәселеде. Бұл Абдулла ибн Масғудтың пәтуасын беріп тұр екен. Қандай әдеп. Имам Абу Ханифаға бір күні біреу келіп айтқан ғой, ей, кәпір, адасқан деген ғой. Бетіне қатты айтқан да. Сол кезде имам Абу Ханифа бетіп айтты дейді. Бауырым, Алла тағала сені кешірсін. Бірақ Алла білет, сен айтып тұрған нәрседен менің ішімде басқаша екен. Сенің айтып тұрған нәрсеңе сай келмейтіндігін білет. Сен мені кәпір деп тұрсың, мені пасық деп тұрсың, бірақ менің жүрегім Аллаға деген иманға толы. Алла сені кешірсін деп айтты. Хасан аль-Басриға да, имам Шафиға да сол бір адам келіп бетіне сөйтіп айтқан екен, ей, зинадан туған немене, ей, пасық деген екен да, имам Шафиға. Сол кезде имам Шафи айтты дейді. Егер де сенің айтып тұрған нәрсең шын болса, Алла мені кешірсін. Егер де сенің айтып тұрған нәрсең қате болса, онда Алла тағала сені кешірсін.